14 жасқа толған балаларға арналған. Сайлаушылар аманатын арқалап, оларды толғандырған түйткілдерді дер кезінде билікке жеткізу депутаттарға жүктелген басты міндеттердің бірі. Жергілікті мәслихат депутаты өзі сайланған аймақтың әлеуметтік әл-ахуалының жақсаруына атсалысуы тиіс. Өкілді орган ретінде мәслихаттың қоғам дамуына қосар үлесі айшықты. Ал халық қалаулылары атқарған іске қашанда халық таразы. Армысыздар, эфирде өкілді орган тынысынан ақпар беретін мәслихат хабары. Бүгін біздің студиямызда қонақта 8-ші шақырылған облыстық мәслихат төрағасы Наурызбай Байқадамов. Наурызбай Сейтқалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Халық сайлауға үмітпен қарайтын рас. Осыдан кейін бір жаңалық болатын сияқты, бір өзгеріс болатын сияқты, бір халыққа ыңғайлы бір дүниелер ортаға түсетін сияқты болып, сөйтіп қабылдайды. Шынында да бұл сайлаудан үміт барлығымыздың тарапымыздан үлкен болды. Бұрын осының алдындағы сайлауда біз партиялық тізіммен ғана сайлансақ, барлық деңгейдегі мәслихаттарда, біз жолы осы партияда жоқ адамдардың мүддесі, партияға кірмеген адамдардың сайлау құқығы орындалуы, сосын жаңағы партияның сеткісінен солардың ыңғайлы адамдар өтпей тікелей сайлаудың мүмкіндігін жасады. Сайлау арқылы конституциялық заңға өзгеріс енгізу арқылы сөйтіп, мысалы облыстық мәслихаттың көлемінде әңгіме айтайық, мен ол мәслихатсыз болғанның 50% бір мандаттық жүйемен келсе, 50% партиялық тізіммен. Яғни алдындағы 21-ші жылғы сайлаудың қорытындысы бойынша сайлаудан кейін бірден үлкен сындар қозғалған. Яғни партиялық тізім деген сөз көптеген азаматтардың, оның ішінде басым көпшілігі партияда емес қой, сайлаушылардың сайлану құқығы бар адамдар. Олардың құқығы шектеліп қалды конституциялық. Екінші жағынан партия, оның басшылары, жаңағы филиалдардың басшылары, облыстың әкімдері, яғни өздерінің ыңғайлы адамдарды ғана мәслихатқа кіргізді. Халықтың мүддесі есепке алынбай қалды. Яғни шектеу болды деген мәселелер сын болған. Міне сол сынның қорытындысы болу керек. 50-50% осындай мүмкіндік туды, және осыны жақсы пайдаланған азаматтар бар. Халық қолдаған азаматтар сайлау арқылы өтті. Парламентке де өтіп жатыр, облыстық, аудандық, қалалық мәслихатқа өтіп жатыр. Халықтың жалпы дауыс беру мәселесі ол мемлекеттік саясаттың бағытын анықтауы керек. Сондықтан кешегі екі жүйеде сайлау болуы мен дұрыс деп ойлаймын. Халықтың шамал болса да саяси мәдениетін көтерілуіне мүмкіндік туды, сенім артуына мүмкіндік туды деп қараймыз. Ал енді сайланған азаматтарға келетін болсақ, бұрын осының алдындағы шақырылымда, 7-ші шақырылымда 33 депутат болған. Бұл 50-50 болғандықтан кейін 32 неге мандатқа ауыстырылды. Теңдей бөлу үшін. Сөйтіп, қазіргі құрамда 25 депутат Аманат партиясынан келіп отыр. Оның 13-ші партиялық тізіммен, 12-сі бір мандаттық жүйемен сайланды. Және 3 депутат ауыл партиясынан, 3-і де бір мандаттық жүйемен сайланды. 3 депутат Ақжол партиясынан, ол партиялық тізіммен келіп отыр. Және бір депутат Қазақстан халық партиясынан, ол бір мандаттық жүйемен сайланды. Яғни біздің мәслихатта бүгінгі таңда 4 партияның өкілі бар. Алдыңғы сенемен сазы шақырылыммен есептегенде 32-ның 18-і жаңадан сайланып отыр, яғни 56 астам пайызы. Бұл да бір жақсылық, өйткені бәрін бірдей ауыстыру, енді халықтың ықыласы солай болып тұр ғой енді. Мүмкін бұрынғы тәжірибелерді алмасып, сабақтастық үшін бұл да дұрыс шығар. Депутаттық мандатты алғаш иеленгендермен жұмыс істеу қиын болмай ма? Енді жағынан қалай? Жалпы депутаттардың сапалық құрамы бұлай көңіл көншітерлік. Бұның ішінде кәсіпкерлер де бар. Мысалы, сонымен бірге білім саласы, ғылым саласынан, медицина саласы, әлеуметтік қорғау, бірінші рет облыс мәслихаты көптен бері мәдениет саласының өкілі келіп отыр. Бұл да біз ойымызда жүрген дүние, өйткені мынау мәдениетсіз адам болғанмен адамсыз мәдениет болмайды. Бұл біздің жалпы қоғамымыздың негізгі бір бағыттардың бірі осы ғылым, білім, мәдениет болу керек, рухани дүниеміз болу керек. Онсыз болмайды.
Сосын мен ойлаймын, жаңадан сайланған депутаттардың бәрі былайша айтқанда тырнақшаның ішінде аспаннан түскен жоқ. Осы жергілікті жердің халыққа танымал азаматтар, бұрында қоғамдық жұмыстарға араласып жүрген, кәсіпкерлік жағында болса да, басқа салада болса да, осы біздің облыстық ішкі дүниемізді барынша араласып, халықтың ықыласына бөленіп жүрген азаматтар ретінде сайланып отыр. Сондықтан көп қиындық тумайды деп ойлаймын. Енді мәслихаттың өзіндік жұмыс істеу регламенті бар. Регламентке сәйкес жұмыс істелетін болады. Қазір енді үлкен біз жұмыс бастап кеттік. Барлық кешегі кандидат кезінде халықпен кездескен көптеген ұсыныстар болған. Сайлауалды бағдарламасы, мысалға мен Аманат партиясынан болғаннан айтайын, Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы жасалды. Ол халықтан жиналған, жалпы республика бойынша 200 мыңнан астам шағым өтініштер, талап тілектер, ұсыныс пікірлер болған еді, кеңес, ақыл кеңестер болған. Соны жинақтап үлкен 10 сұраныс, яғни сайлауалды бағдарламаның авторы халықтың өзі, бұрынғыдай жоғарыдан түскен жоқ. Бұның бір ерекшелігі сол. Ал бірақ екінші бізде мына тәжірибемізде енді бір алғаш рет 2003-2004 жылдар болған, бірақ кең масштабта осындай андаманда бір мандаттық жүйе қатар келуі бұл да ойландыратын мәселе. Өйткені бір мандаттық жүйеден түскенде өзінің округіндегі мәселелеріне көбірек енді көңіл бөледі. Бүйрегі бұрады ғой. Өйткені сайлаушылар солар ғой. Өйткені депутат ол сайлаушының алдында жауапты ғой енді, ар-ұятымен бірге. Сондықтан бұл жерде осы жалпы бағдарлама мен жеке бағдарламалардың арасын үйлестіре білуіміз керек. Міне осы жөнінде жұмыстар бастадық, өйткені олардың ұсыныс пікірлерінің барлығын жинақтап бір ортақ неге келіп, мәслихаттың алдағы жұмысына және оны біз ұсыныстарды жүйелеп неге облыс әкімдігі береміз. Және бюджет әкімшілеріне мына мәселелерді зерделеп, мынаны шешу мәселелерін қарастыру керек. Бұл ол біздің мәслихаттың назарында болады. Осы тұста жаңа уәделер, ұсыныстар туралы айтып жатсыз ғой. Өткен 7-ші шақырылым депутаттарының еңбегі ерекше екенін айта кетейік. Біраз жұмыстар атқарылды. Дегенмен орта жолда қалған шаруалар, уәделер бар. Өйткені олар толықтай өзінің депутаттық өтілін аяқтаған жоқ. 2 жылда аяқталды олардың қызметі. Сол уақытта берілген уәделер, жалпы халықтың аманаты сіздерде жинақталады ма? Енді сол уәделер кейін жалғаса ма, олар атқаруға мүмкіндігі болған жоқ. Халықтың ұсынысы сол күйінде қалып қоя ма сол кездегі? Өте маңызды мәселені қозғап отырсыз. Жалпы өткен 21-ші жылғы сайлау, 2021 жылғы сайлау, бұл барлық деңгейдегі мәслихаттар, парламенттер партиялық тізімі өткен. Оны нақты білесіздер. Ол праймериз болды алдын ала. Партия іштік, содан кейін барып ол жаңағы сайлау қорытындысы бойынша партиялар. Сондықтан бұл жерде жеке бағдарлама болған жоқ. Бұл жерде партияның бағдарламасы болды. Яғни республикалық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі және аудандық деңгейдегі мәселелер партияның сайлауалды бағдарламасы енгізілген. Және ол 5 жылға бөлінген. 5 жылда алғаш жыл не істеледі, екінші жыл не істеледі, сосын оның қаржылық көздері, шешілу мәселелері. Міне осының мәнігін енгізгенде біз алғаш 2 жыл сайлау өткеннен кейін мына тарағанға дейін дәл 2 жыл өтті өзі. 2 жылда атқарған жұмысқа біз өзіміз Аманат партиясы басым көпшілікке болғаннан өзіміздің сайлауалды бағдарламамызға сараптама жүргізгенбіз. 95%-дай біздің жоспарларымыз орындалған екен. Бұл 2 жылдық жоспар. 2 жылдық. Енді қалған 3 жыл бар ғой. Енді кейбір мәселелер, мысалы 2 жылдық ішінде кейбір мәселелер 3-4 жылға жылжығандар бар. Ол сондай бір нелерге, дәлелді себептерге байланысты, мысалға мемлекет сатып алу жүйелерінің өтпеуіне байланысты, мысалға да 22-ші сайлаудан 23-ге жылжытқандарымыз бар. Сондықтан бұл мәселе қалай болады деген бәріміз ойландырды. Кеше мынандай уәде болып еді. Сіздер енді қайтып келіп отырсыздар деп. Сондықтан партия ішкі өзінің жұмыс барысында сол кейінгі ысырылған немесе 3 жылға кейінгі жылдардан қойылған мәселелердің барлығы қазіргі сайлауалды бағдарламасына енгізілді. Жақсы, енді ол партиялық бағдарламаны айтып отырсыз ғой сіз. Сол 2 жыл ішінде олар халықпен кездесті, сол халықтың арасында жаңа өздерінің округіне байланысты уәделер соларда бір ішінде бар ма дегенім ғой. Ол мынау сайлауалды бағдарламасы жасалған кезде бұл есепке алынған. Халықтың ұсынысы жинақталады ғой. Бірақ жаңағындай бір сол белгілі бір уақытта пайда болған проблемалар болады ғой енді. Бір көпір қисайып қалды мысалға да, аяқ астынан немесе бір әлеуметтік ғимараттың
аяқ астынан тез бір жөндеу мәселесі туындайды. Болады ғой әр нәрсе. Ондайлар ол ана бағдарлама қосымша енгізіліп отырады. Ол сол моментті кеше мысалы білесіздер, Қызылордада бір 3 күн қатты жел болды. 30-ға жуық ғимараттар зиян шекті. Біреуінің шатыры аударылып қалды, біреуінің қабырғасы. Мысалы соларды кеше әкім тапсырма беріп, мынандай 2 аптаның ішінде осы мәселені бәрін жөндеу. Олар жөнделіп кете береді. Осы депутаттық фракциялардың саны айқындалды. Облыстық мәслихат жанындағы тұрақты комиссиялардың құрамы жасақталды. Оларға төраға сайланды. Жалпы кімдер төраға болды? Ол тұрақты комиссиялар қандай бағытта қызмет атқарады? Жалпы осы саяси жүйемізді жаңғырту, реформалау кезінде мына өкілді биліктің несі құзыреті артып келеді. Оның бір көрінісі былтыр 22 жылдың шілде айынан бастап сессияны мәслихатшы жүргізетін, бір-ақ адам жүргізетін. Бұрын ол әр сессияда ауысып тұрады депутаттар. Сондықтан ана жүйелі жұмыс болу үшін хатшы. Сол хатшылық 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап заң бойынша төраға дейтін лауазымға ауысты. Қазір хатшы емес, мәслихаттың төрағасы деп аталады. Бұл мәслихаттың жаңағы төрағасын, құзыретін, мәслихаттың құзыретін шамалы күшейтті. Сонымен бірге бұрын іштегі тұрақты комиссияларды қоғамдық негізі депутаттар атқарады. Ол да енді депутаттың өзінің жұмысы бар, үнемі келіп отырмайды. Сессияның кезінде немесе бір асығыс, немесе бір тиянақты қарамайтын жағдайлар болады. Келген ұсыныстар, сұрақтар талқылау, тереңірек талқылап, оның проблемасын анықтау, кейбір қабылданған шешімдер кейін өзімізге кері әсерін беріп жатады. Сондықтан осыны зерделей келе, жергілікті мемлекет және өзін басқару туралы заңға өзгеріс енгізілген. Әр мәслихатта, облыстық мәслихат, аудан қалады емес, облыстық мәслихатта 2 комиссияның төрағасы тұрақты түрде жалақы алып жұмыс істеу заңға енгізілген. Ол 22 жылдың шілдесінен басталған. Биыл біз ол кезде бір адам болды, екінші адам бізде ешкім ыңғай білдірмеді. Биыл сайланған жаңа шақырылымда 2 төраға нақтыланды. Бұрын бізде 4 комиссия болатын болса, біз қазір соны 2 комиссияға біріктірдік. Яғни бірінші комиссия бұл экономика және бюджет, әлеуметтік мәселелер, құқықтық мәселелерді бір бөліп шығарып отырмыз. Екінші экология, шаруашылық, ауыл шаруашылығы, өндіріс салаларына байланысты, экономик салаларына байланысты екінші. Сөйтіп екеуі төраға сайланды. Заң бойынша бір партиядан 2 адам болмайды, 2 мүше. Сондықтан көпшілік дауыспен Аманат партиясының өкілі Балжан Мөралықызы Шаменова экономика, әлеуметтік құқық мәселелері жөніндегі комиссияға төраға болды. Экология, шаруашылық, ауыл шаруашылық, өндіріс салаларына Бауыржан Сандыбаев, ол Ақ Жол партиясынан сайланған партиялық тізіммен. Яғни депутаттар бір ауыздан не берді, соған келісім беріп, дауыс берді, қазір солай жұмыс істеп жатыр. Міне бұл біздің жұмысымызда талапты күшейтуге мүмкіндік туады, өйткені тұрақты түрде жұмыс істеу деген сөз күнделікті осы келетін қаралатын сұрақтарды тиянақты болуына үлкен әсерін береді деп отырмыз. Жалпы облыстық мәслихат депутаттарының орташа жасы 48 екен. Енді кеше мен барлығын жасын қосып осыны арнайы есептеп санап көрдім. Құрамында 4 зейнеткер бар. Ең үлкені 66 жаста. Жалпы алдыңғы шақырылымда жастар мен әйелдер 30% болу керек деген осы партиялық тізіммен осы бір сондай қағидалар бар еді. Бұл жол қаншалықты сақталды? Менің білуімше нәзік жандар аз секілді. Дұрыс қозғап отырсыз. Бұл сұрақты біз сайлаудан кейін де бірнеше рет кезіктік. Бұған түсіндірме беру керек. Жалпы фракция деген бар. Бірін айтып кетейін деп жатырмын партияда. Бізде облыс мәслихаты 3 фракция құрылып отыр. Фракция деген сөз бөліну деген сөз. Бір нәрсені бөліп тастау. Сындырып бөлу деген сияқты ғой мысалға. Бірақ бұл бөліну бірігу, күшейіп бірігу үшін бөліну деген сөз. Мысалға бетонды алайық, бетон. Оның фракциясының бірі құм, цемент, тас қойында, су, мысалға 3 фракция. Сол бөлек-бөлек фракциялар үшеуін бәрін қосқан кезде одан мықты не шығады? Бетон шығады. Фракция деген, яғни күшею үшін бөлініп жұмыс істеу деген сөз. Бірақ ортақ мүддеге келген кезде жан-жақтан жаңағы бәсекелестік күшті болу керек. Сол кезде шынайы ыңғайлы қоғамға тиімдірек шешім қабылданады деген
шындыққа жақындаймыз деген мәселе. Ал енді квота бұл да біздің әлеуметтік мынау топтардың өкілдерінің болу мәселесі. 2021 жылғы сайлауда барлығы партиялық тізімге өткеннен кейін ауданда, қалада, облыста ол ыңғайлы болатын. Өйткені партия өзінің алған даусына байланысты жаңа квотаға сәйкес кандидаттарға мандаттық депутатын ұсынатын. Мысалы, 30% әйел болу үшін партия шешеді. Біз мандай әйелдерге мандат береміз. Мандай жастарға мандат береміз. Мандай кісі мандай. Ал қазір ол толығымен мүмкіндік емес. Өйткені 16 округ ол бір мандаттық. Ол жерде кім ұтатынын біз қайдан білеміз? Партиялық тізім бойынша біз қанша дауыс алатынымызды қайдан білеміз? Біз қорытындысы бойынша мысалы енді 10 орынға ие болып отырмыз партиялық тізімнен. Бірақ сайлаудың қорытындысы бұдан да төмен болуы мүмкін еді. Сондықтан біз айта алмаймыз. Сен депутат боласың деп. Бірақ бұл квота ұсыну барысында сақталу керек. Біз бір мандаттыққа да және партиялық тізімге де кандидаттарды ұсыну барысында сол кандидаттар мысалы құрамында болу керек. Сол шешімге байланысты. Сондықтан қазіргі заң бойынша халықтың арасында осы уақытқа дейін жинақталған мәселе бар. Сайланылады, оны ештеңе көрмейміз. Кетеді соны, бір сайланады, таппаймыз. Міне осы мәселеге шамалы жан бітіру үшін заңға өзгеріс енгізілген. Кері шақыру. Депутаттың мандатын кері шақырып алу құқығы бар. Мысалға, бір мандаттан түскен депутатты кері қалай шақырып алады? Онда 10 мың сайлаушы бар дейді. 10% сайлаушы қол жинаса, мың сайлаушы мысалы, 10%. Мен мысалға, мына депутаттың мандатын кері қайтару жөнінде бастама көтереді. Бастама көтерілсе, сол жаңағы бәрі дұрыс болып шықса, онда жаңағы кісінің мандатын кері қайтару жөнінде дауыс беру басталады сайлаушылар арасында. Кешегі сайлаушылар округтегілер. Соның мандатын кері қайтару алу керек, немесе керек емес деген мағынада дауыс береді. Дауыс беруді кім ұйымдастырады? Сол сайлау комиссиясы ұйымдастырады. Мен оны нақты қазір бүгінгі таңда механизмін айта алмаймын. Бірақ сол округтегі сол участоктер ғой, сол адамдар дауыс санау керек қой. Бұрынғыдай сайлау аталмайды, ол дауыс беру деп аталады. Егер дауыс беру бойынша сайлаушылар, келген сайлаушылардың, бұл жерде андай міндетті, келген сайлаушының басым көпшілігі қайтарылсын десе, ол кісінің дауысы қайтарылады. Мандат қайтып алынады да, ол жерде қайтадан сайлау дауыс беру неғылады. Жоспарланады да, соған кандидаттар тіркеліп, қайтадан түседі. Ал партиялық тізім бойынша ротациялау деген бар. Ротацияны партияның өз ішкі басқару органдары шешеді. Саяси бюрошы мысалға, заңда көрсетілген ротация жасауды сол партияның саяси, облыстық саяси бюрошы шешеді. Мысалға, бізде 13 депутат бар да. Мысалға, біз бір жылдан кейін басталатын. Бір жылға мен. Сосын соңғы бір жылында, бастапқы бір жылында сондықтан анау сайлау болатын болса, жаңағындай ротация болатын болса, біз мысалы 2 жылдан кейін мысалы бірнеше депутаттарды кешегі кандидат болып тіркеліп, резервте тұрған біздің өкілдеріміз бар ғой, сонымен ауыстыру құқығы ол саяси бюроның шешімінде. Оған ешкім не қылмайды, ол шешімді қолдау керек. Сондықтан бұл жаңағы квотаны ұсыну барысында сақталуын біз жақсы қадағаладық. Дегенмен облыс бойынша алғанда мәслихаттарды қалалық, аудандық қазір 30% жобасы келіп тұр. Облыстық мәслихаттың алғашқы сессиясында аймақ басшысы биылғы облыс бюджетіне тоқталды. Енді осы бюджет жайын кеңірек бір талқылап өтсеңіз. Енді облыс басшысының әкім болып келгеніне де ертең бір жыл болады ғой енді. Сол бір жылдың ішінде қандай жұмыстар жасадық бюджетке байланысты, соның нәтижесін қазір көріп жатырмыз. 7 шақырылымдағы депутаттар желтоқсан айында, өткен жыл желтоқсан айында биылғы жылдың бюджетін бекіткен болатын. Сонда 521 миллиард көлемінде бекітті. Бұл 2022 жылғы бюджетпен салыстырғанда 160 миллиардқа артық болды. Қазір кеше қаңтар, ақпан, наурыз айларында кеше республикада бюджет нақтылау өтті. Қазір біздің ақшамыз қазір 560-тан асты. Яғни былтырғы бюджеттен 50% артық болып тұр. Яғни қомақты қаржы келді. Бұл оңаймен келген дүние емес. Өйткені ояқта бюджетті бөлу,
оны реттеу мәселесіне келген кезде қазақ айтқандай көкпарды сыпайылықпен тартпайды. Әркім өзінің өңіріне, өзінің жаңағы аймағының жұмысына ыңғайлатса. Сондықтан бұл жерде облыс әкімінің де беделіне, оның командасының үйлесім жұмыс істеуіне тікелей байланысты болған нәрсе. Сайлау тақырыбына шамалы оралсақ, облыстық мәслихат төрағасы емес, саяси салаға салмақты сараптама жасап жүрген азамат ретінде сайлау жайында қалай өтті? Шынайы халықтың қалауындағы азаматтар таңдалды ма? Енді менің беретін сабағым мемлекет және құқық тарихы, шетелдің тарихы бар, Қазақстанның тарихы бар, яғни мемлекеттік саяси жүйенің тарихы ғой. Сосын саяси құқықтық ілімдер тарихы деген пән бар. Сондықтан мен осы қанша оқып зерттеп, қанша мемлекеттерді былай оқып жүргенімде ешқандай неге сайлаудың қорытындысына бәрібірдей қанағаттанбаған. Көңіл толмаған еш. Иә, көңіл толмаған. Ол енді адами табиғи дүние ғой. Қазақ бекер айта ма, жеңіл адам күреске тоймайды деген сияқты. Мен сайлаудың қорытындысы бойынша біреу жеңілді, біреу жеңді деген сөзді айтуға қарсымын өзім. Олай болмау керек. Халықтың бүгінгі таңдауы мына кісіге түсті. Мына кісі әлі де болса да өзінің жұмысында әлі де болса да атқаратын жұмыстарының бар екен деген өзі білдіріп отыр деген сөз. Бұл жерде біз ішкі дүниеміз ғой. Ол біреуміз жеңді, біреуміз жеңілді бөлінудің қажеттігі жоқ. Бұл жерде Қазақстан мемлекеті жеңілмеу керек. Депутаттарға жаңа міндет жүктеледі деп жүрміз ғой. Өзіңіз де депутатсыз, сайлаудың алдында халықты араладыңыз. Енді бүгінгі қоғамның басты сұранысы не? Өңірдің ең өзекті деген бір екі мәселесін айтыңызшы. Енді халықтың айтатыны жұмыс, тұрақты жұмыс айтады. Лайықты жалақы. Сосын енді көп елді мекен айтатыны газдандыру мәселесі. Айналайындар, газ келсе қалған мәселе шешілер дейді, көбісі айтады. Сол жұмыс болса дейді, лайықты айлық жалақы көтерілсе дейді. Сондай ғой, негізгі сол тұрмыс сапасын арттыру мәселесіне көбірек көңіл бөледі халықтың. Яғни шын айтқанда олай болмаса болмайды. Өйткені жалақыдағы айырмашылық, адамның ауыл мен қаланың тұрмыс тіршілігіндегі айырмашылық, білім саласында ауылда мектеп пен қалада мектептердің медицинаның қызмет көрсетудің арасында айырмашылықтардың барлығы халықтың арасында айтылып отыр, көрініп, білініп тұр, көзі көрініп тұр. Екеуі де Қазақстан азаматы, екеуінің конституциялық құқығы бар. Неге екеуі бірдей сапалы қызмет көрмеу керек? Сол мәселені көбірек қозғады. Бұл міндеттердің бәрі жаңа мәслихаттың алдындағы міндет деп есептейміз. Наурызбай Сейтқалиұлы студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Ел алдындағы еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет. Біз осы жерден хабарымызды түйіндейміз. Келесі эфирде жүздескенше.